Кәлимә тәййибә 22. Әби Умама радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: Ким Аллах үшін біреуні жақшы көрсе, Аллах үшін біреуні жаман көрсе, жана бергенін Аллах үшін берсе, бербегенін Аллах үшін бербесе, анда ал иманын чындап эле толуктады. Әби Умама радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: Ким Аллах үшін біреуні жақшы көрсе, Аллах үшін біреуні жаман көрсе, жана бергенін Аллах үшін берсе, бербегенін Аллах үшін бербесе, анда ал иманын чындап эле толуктады. Әби Умама радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: Ким Аллах үшін біреуні жақшы көрсе, Аллах үшін біреуні жаман көрсе, жана бергенін Аллах үшін берсе, бербегенін Аллах үшін бербесе, анда ал иманын чындап эле толуктады. Абу Дауд.